Сәлем балалар. Бүгін бізде сабақта әліппе 1-ші сынып 22-ші сабақ. Тақырыбымыз н дыбысы мен әрпі. Балалар, бұл алдыңғы сабақтың жалғасы. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басуды және қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі жаңа сабақ сіздерге 1-ші болып көрінетін болады. Сонымен балалар, н деген қандай дыбыс болды? Н дауыссыз дыбыс болды, балалар? Ал енді сөздерді оқиық. Ана, анар, анау, алан, науа, нану. Балалар, бірінші суретте не берілген? Анардың суреті берілген, анар жемісі берілген. Ал екінші суретте 3 анардың суреті берілген. Яғни біз бұны балалар анарлар деп айтамыз. Яғни балалар, бұл көпше түрде анарлар деп көпше түрде оқимыз. Яғни балалар, н дыбысы дауыссыз дыбыс, Балалар, өздеріңіз көріп тұрғандай, н дыбысы сөздің басында да, сөздің ортасында да және сөздің аяғында да кездеседі. Сонымен балалар, келесі тапсырмаға өтейік. Балалар, енді мұнда не берілген? Анау, алан. Анау, науа. Алан деген барыстың күшігі, науа деген астау. Ал енді анау шана, анау орындық. Бұл жерде шана, орындық деген сөздерде н дыбысы кездеседі, балалар? Ал алан, науа деген сөздерде де кездеседі. Алан дегенде сөздің соңында кездессе, науа дегенде сөздің басында кездесіп тұр. Ал енді мына әріптердің барлығы дерлік А, Р, Л, Н, У. Балалар, бұл біздің өткен әріптеріміз, бірінші суретте не көрсетілген? Лимон. Н дыбысы сөздің соңында кездесіп тұр. Лимон, 2 буын. Уық, 1 буын. Арба, 2 буын. Радио, 3 буын, балалар? Себебі 3 буын болу себебі бұл жерде 3 дауысты дыбыс бар. Енді соңғы түйенің бір түрі нар. Нар деген сөзде н дыбысы сөздің басында кездесіп тұр, балалар? Балалар, яғни жоғарыда өткен әріптерді біздер қайталай отырып, төмендегі әр берілген заттың атауын жаздық, балалар? Осыны мұқият есте сақтаймыз. Яғни н дыбысы сөздің ортасында, соңында немесе басында кездесуі мүмкін. Ал енді соңғы тапсырма, балалар, дәптерлеріңізге мұқият әдемі етіп, қатесіз алан, нан, ал деп жазамыз. Алан деген баланың есімі, нан, ал. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, балалар.